Сәлем құрметті оқырмандар, бүгін біз 7-ші сыныптың бір мүшелер тақырыбына берілген 2/8 есебін шығарамыз. Бұл есепте бір мүшенің квадрат түріне келтіруіміз керек. Бірінші бір мүше, екеуінен де біз дәрежені жақша сыртына шығарамыз. 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі. А-ның 4 дәрежесін сол күйінше жазамыз. Екеуінен де 4 дәрежені жақша сыртына шығарсақ болады. Сонда жақшаның ішінде тек 2а 4 дәрежелері жақша сыртына шығып кетеді. Екінші есепте 169-ды біз 13-тің квадраты деп аламыз. X-тің дәрежесін квадратқа келтіреміз. Сонда x 2 көбейтілген 3 болады. Екеуінің көбейтіндісі 6. Екеуінен де квадратты шығаратын болсақ, жақшаның ішінде 13, x-тің квадраты шығып кетті, 3 дәрежесі қалады. Үшінші мысалда 0,100-4-ті біз 0,2 деп аламыз. 0,2-ның квадраты деп аламыз. Ал v-ның 12 дәрежесін 2 көбейтілген 6 деп аламыз. Екеуінде де 2 дәреже бар. Сонда 0,2 v 6 дәрежесі жақша сыртында 2. Екеуінің де 2 дәрежесі жақшаның сыртына шығып кетті. Үшінші есепте 4-9-ды біз 2-3-тің квадраты деп аламыз. М-ның 6 дәрежесінде квадратқа келтіреміз. Сонда 2 көбейтілген 3 болады дәрежесі. Екеуіне де квадратты жақша сыртына шығаратын болсақ, 2-3, М-ның 3 дәрежесі қалады. 2 дәрежелер жақша сыртына шығып кетеді. Есеп түсінікті болса, менің келесі видеоларыма жазылуды ұмытпаңыздар. 7-ші сыныптың басқа да есептерін шығарылу жолымен салатын боламын, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.